Менің атым Қожа. Бірінші тарауда. Оқушы шығарманың бас кейіпкерімен, яғни менімен танысады. Менің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па дей. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ақшам, естір құлаққа да жағымды, әрі мағына жағынан да қазақ тіліне сабақ беретін Майқанова тәтейше айтқандай, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайды-ақ. Әттең қолдан келсе, табанда өзгертіп, әдем аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалың нешік? Сен қызылшақа болып жөргекте жатқанда, сондағы ақмақтығыңды пайдаланып, әке-шешең немесе шілдеханаға келіп, дуылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Өскенбайдың баласына тың жыртар деп ат қойған секілді, өзге қызу жұрт сол арада ду қостап, осы болсын баланың аты, осы болсын, мынаң жақсы атты дүниені шырқ айналсақ та таппаймыз дескен. Міне сол күннен, сол мезеттен бастап, әлгі ат сенмен бірге туғандай, маңдайыңа шапталғанда қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да, мойныңа іліп жүре бересің. Өмірде осы тәріздес әділетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша, оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін, бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Жарайт, өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар, бәлендей айдығат емес. Шынын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстары бола беретін тәрізді. Бертін келе Қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Бұл құбылыстың дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып, ешкім де айтып бере алмайды. Сонымен, мен өзім ес білгелі Қожамын. Ауыл аймақтың бәрі солай деп атайды. Біз бір класста 2 Қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмасы үшін өңімізге қарап, мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп атайды. Әуел баста мен бұған да шамданып қалатын едім, бірақ жүре бара құлағым үйреніп, дағдыланып кеттім. Қара Қожа дегендерге әу деп жалт қарайтын болдым. Жантас тәрізді қылжақтар осының өзінде дұрыс айтпайды. Әдейі бұзып келемеждеп, Қара Қожа деудің орнына Қара Көже дейді. Мен байқамай қалып әу дейм, бірақ бұл қылығы үшін бейшараның обалы нешік. Тиісті сыбағасын менен талай рет алды. Фамилиям Қадыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім, бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда, менің олардан ала бөтен жырылып шыққаным жарамас дедім де, Қадыровқа қайтып келдім. Қадыр менің әкем. Ех, шіркін, дүние-ай десеңші. Әке деген сөзді айтқанда, жүрегім қарс айрыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар, менің әкем үйтті, менің әкем бүйтті, менің әкем ананы сатып әперетін болды, менің әкем мынаны сатып әперетін болды деп мақтаныш етіп жатады. Ал мен болсам, әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда, мен 2 жастамын. 2 жасар ақымақ не білет, не түсінет. Сол кеткеннен абзал әкем мол кетті. Оралмады. Ех, қайран әкем. Егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан да көрі басқадай боларым едім. Кім білет? Жер әлемді шулатып, Сотқар Қожа атанып жүргенім әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері де кейде жарықтық әкем анандай ет, әкем мынандай ет деп еске алып, армандап отырмай ма? Ал күйеу керек пе әйелге? Меніңше әбден керек. Кейде Милат мамам әкемнің суреттерін ақтарып қарап отырады да, мұңға батып, бір түрлі егіліп кеткендей болады. Кірпігі жасқа шыланады. Мен сол кезде
маматайымды керемет аяп кетем. Бірақ аяған мен не пайда? Білем, сезем неге күйзелетінін. Егер оның күйеуі, яғни менің әкем тірі болса, Қаратай ұятсыз мамама өзеуреп сөз айтпақ түгіл, оның маңынан жүре алар ма еді?